Анан Пранав, Денис Махнев. Е4, Е5, АТФ АЦ6, піл С4, піл С5. İtalyan партиясы C3, ATF6, D3, D6, піл Ж5, H6, піл H4, A6. Өте маңызды жүріс, мына A7-ге дайындап қойды. Ат BD2, піл A7, рокировка және уәзір E7. B4, орталық тұрақта, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Ж5, егерде қарсылас уәзір қанатында шабуыл жасайтын болса, біз патша қанатында жүзеге асырамыз. Піл Ж3 және ат H7. Керемет жүрістердің бірі F8-ге, E6-ға, F4-ге, немесе G6-ға және F4-ге барады. H1, F8, A4, H5. Орталық тұрақта мүмкіндік бар болса, қарсыластың пілін ұстап алу. H4, G4. Әрине, бұлай бара алмайды. Себебі уақыт өте F6 деп жүрістерде мына ат ұстап аласыздар. Ат H2, ат G6. Бірден мына сарбазға шабуыл жасап тұр. Уәзір E1, ат D8. Керемет. Тағы бір атты енді E6-ға және F4-ге алып келгісі кеп тұр біздің отандасымыз Денис Махнев. F3, ат E6, B5. Біз енді осы уәзір қанаты бізді толғандырып тұрған жоқ. Өйткені ештеңе етпейді. Ең бастысы мына патшаның түбіне жетсек болды. Ат F4, тура B1, AB, піл B5 шақ және патша F8. Неге біз деген орталықта осылай жүруге қалуға мүмкіндік бар, өткен орталық тұрақты. Соның арқасында біз деген өзіміздің патшамызды рокировка жасамасақ та болады. D4, патша G7, піл F2 және C6. Енді мына A4, E8 деген жолда тұрған пілдің енді қуып шығу деп отқаным ғой. Піл C4, D5, орталықты қопарып атыр. Піл E2, алдық және ат E2. Мына қомағалар қатарына кірдік. Алдық және ат H4 мына маңызды сарбазды жеп алдық. Мүмкіндік бар, әрине біз бұны ұтымды пайдалануымыз керек. Ат B3 және піл B8. Мүмкіндік бар болса, мына B8 A2 деген қиғаш жолды басып алу мүмкін осы ақ патшаға осылай шабуыл жасау. E5 жауып тастады жолын, бірақ бізге F5-тегі әдемі тамаша торды берді. Уәзір G5, F4 және уәзір E7. Мына сарбазға қызығудың қажет жоқ, өйткені ел аман жұрт тынышта өзіңіздің атыңыздан айырыласыздар. Ат C5 және ат F5. Керемет ат. Осы аттың, бұл аттың аты форпост деп аталады, және осы ат деген D4-ке шабуыл жасауға мүмкіндік бар, G3-ке қос соққы жасауға да мүмкіндігі бар. G3, піл A7, мына аттың көзін жоюға тырысу керек, өйткені ол біздің аумағымызға кіріп кетті. Ат B3 және ат D6. Байлау әдісі және мына тор немесе мына торға орналасуға тырысады. Былай және піл F5 ештеңеден қорқып тұрған жоқ, өйткені байлап тастадық біз қарсыласты. Піл B4 және ат негізгі орталыққа барды. Былай алатын болса, онда сіз деген ат G3 мына жерге шабуыл жасайсыз және мына жерге шабуыл жасайсыздар. Уәзір E1 және уәзір D8. Ат C5, H4, H жолын ашуға тырысып жатыр. Ат B7 қомағалар қатарына кірді. A, H7, G3. Тамаша, былай шақ дейді, содан кейін былай шақ дейді, әрине қарсыластың жағдайы қиын. Былай және уәзір H4 осымен ойын аяқталды. Керемет партия. Денис Махневтің итальян партиясында қалай ойнау керек екенін әдемілеп тұрып көрсетті.